Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен маусым айында келген 502-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Суреттегі денелердің жүрген жолдарының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Дене жылдамдықтары арасындағы қатынас. Суретте жүрген жолдың уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Bir қалыпты қозғалыс кезінде бізде S тең V көбейту T. Осы жерден жылдамдық табатын болсақ, V тең S бөлінген T. Мынау бірінші дененің жылдамдық графигін біз V1 әріппен белгілейтін болсақ, ал мынау екінші дененің жылдамдығын V2 әріппен белгілейік. Сонда мынау бірінші дене V1 жылдамдыққа ие болған кезде ол T1 уақыт жұмсады және қандай да бір S1 арақашықтықты жүріп өтті. Яғни T1 уақыт ішінде бірінші дене S1 арақашықтықты жүріп өтті. Ал екінші дене T2 уақыт ішінде S2 арақашықтықты жүріп өтті. Сонда қарайтын болсақ, мына бірінші дене аз уақыт ішінде көп арақашықтықты жүріп өткен. Екінші денемен салыстырғанда. Ал екінші дене көп уақыт жұмсай отырып, аз арақашықтықты жүріп өткен. S1 үлкен S2. Яғни бірінші дененің жылдамдығы екінші денеге қарағанда үлкен. Өйткені бірінші дене аз уақыт ішінде көп арақашықтықты жүріп өткен. Ал екінші дене көп уақыт ішінде аз ғана арақашықтықты жүріп өткен. Яғни бұдан біз бірінші дененің жылдамдығы екінші денеден үлкен болады деген қорытындыға келеміз. Сонда бірінші дененің жылдамдығы V1 үлкен V2. Немесе мынау форма көмегімен табуға болады. Сонда V1 тең болады S1 бөлінген T1, ал V2 тең болады S2 бөлінген T2. Жылдамдық жүрген жолға тура пропорционал, ал уақытқа кері пропорционал. Бірінші дененің жылдамдығы үлкен болып тұр, яғни оның жүрген жолы үлкен, ал уақыт екінші денемен салыстырғанда аз. Ал екінші дененің жылдамдығы, мына жерде екінші дененің жүрген жолы кішкентай болып тұр, S2 аз, ал T2 үлкен. Мынау үлкен болған кезде мынау кішкентай болады. Сонымен бірінші дене аз уақыт ішінде үлкен арақашықтықты жүріп өтті, ал екінші дене көп уақыт ішінде аз ғана арақашықтықты жүріп өтті. Яғни бұл жерде біз бірінші дененің жылдамдығы екінші денеге қарағанда үлкен болады деген қорытындыға келеміз. Сонда мынау V1 үлкен V2 бізде мынау E нұсқасында тұр. Келесі, массасы 45 тонна көтергіш кран. Масса 45 тонна. Килограмм өткізетін болсақ, бізде 45 көбейту оның 3 дәрежесі килограмм болады. Кранның жерге түсіретін қысымы P 3 көбейту оның 5 дәрежесі паскаль. Оның табандарының ауданы G еркін түсуде белгілі. S сұрап жатыр. Қысым дегеніміз бірлік ауданға әсер ететін перпендикуляр күш, яғни P тең F бөлінген S. Ама F-тің орнына мен ауырлық күшін қоям. Ауырлық күшінің формуласы mg. F-тің орнына mg-ді әкеп қоятын болсақ, сонда P тең болады mg бөлінген S. Осы жерден S табатын болсақ, mg бөлінген P болады. Орнына қойып есептейтін болсақ, 45 көбейту оның 3 дәрежесі көбейту 10 бөлінген P бізде 3 көбейту оның 5 дәрежесі. 45-ті 3-ке бөлген кезде 15 шығады. 15 көбейту оның 5 дәреже жоғары қарай минус болып шығады. Сонда мынау 10-ның 3 дәрежесі, мынау 0 мен 10-ның 4 дәрежесі, сонда 10-ның минус 1 дәрежесі қалады. Яғни бұл 1,5 метр квадратқа тең. А нұсқасында тұр. Келесі, молекулалы кинетикалық теорияның негізгі қағидалары. Молекуляр кинетик теорияның негізгі 3 қағидасы бар. Ол әрбір зат ұсақ бөлшектерден тұрады. Ол ұсақ бөлшектер үздіксіз және қағысты қозғалыста болады, және олар өзара әрекет етеді. Осындай 3 нұсқаны табам. Яғни кез келген зат ұсақ бөлшектерден, молекулалар мен атомдардан тұрады. Бөлшектер заттардан тұрады. Жоқ, бұл дұрыс емес. Бөлшектер бір қалып қозғалып, жоқ. Денелер бөлшектерден тұрады, және олар белгілі бір бағытта қозғалады. Жоқ, ешқандай бағытта қозғалмайды. Олар үздіксіз және қағысты қозғалыста болады. Яғни бейберекет қозғалыста болады. Заттар бөлшектерден тұрады, және олар үздіксіз қозғалыста болып, өзара әрекет етеді. Мынау нұсқасы дұрыс жауап.
ұсақ бөлшектерден, яғни молекулалар мен атомдардан тұрады. Ол молекулалар мен атомдар өзара бір-біріне әсерлеседі және олар үздіксіз қалыс қозғалыста болады. Келесі. Изобаралық процесс теңдеуі. Клапейрон теңдеуін жазатын болсақ, P1 V1 бөлінген T1 тең P2 V2 бөлінген T2. Изобаралық процесс кезінде бізде қысым тұрақты. Қысым тұрақты болған кезде мына формадағы P-ны тастап кетіп, қалған шамалардың өзін жазам. Сонда V1 бөлінген T1 тең болады V2 бөлінген T2. V1 бөлінген T1, V2 бөлінген T2 ол бізде бұл нұсқасында тұр. Егер изохоралық процесс дейтін болса, онда мына формадағы V-ны тастап, қалған шамаларды жазам. Изохоралық процесс кезінде көлем тұрақты, констант. Сонда P1 бөлінген T1 тең болады P2 бөлінген T2. Изотермалық процесс кезінде температура тұрақты, T констант. P1 V1 тең болады P2 V2-ге. Келесі. Идеал газдың абсолюттік температурасын 2 есе арттырса, молекулалардың қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы. Егер температураны 2 есе арттыратын болса дегенді былай жазамыз. T2 тең 2 T1. Орташа квадраттық жылдамдықтың формасы V тең 3kt бөлінген m немесе V тең 3rt бөлінген m. Орташа квадраттық жылдамдық осындай екі формуласы бар. Қарайтын болсақ, мына жылдамдық температураға байланысты. Температура артатын болса, онда молекулалардың қозғалыс жылдамдығы да артады. Жылдамдық пропорционал түбір астында температураға. Егер температура 2 есе артатын болса, түбір астындағы Т-ның орнына мен 2-ні қоям, сонда V тең болады түбір астында 2-ге. Яғни түбір астында 2 есе артады деген жауап бізде бұл нұсқасында тұр екен. Жылдамдық түбір астындағы Т-ға тура пропорционал. Егер температура 2 есе артатын болса, онда жылдамдық та түбір астында 2 есе артады. Ал егер температура 2 есе кемейтін болса, онда жылдамдық та түбір астында 2 есе кемейді. Келесі, тізбектей жалғанған өткізгіштер үшін орындалатын шарт. Тізбектей жалған кезде бізде ток күші тұрақты. Кернеуі тұрақты болатын шарт ол бізде параллель жалған кезде. Бұл да параллель жалған кезде орындалады. Ал мынау бізде тізбектей жалған кезде орындалады. Тізбектей жалған кезде ток күші тұрақты. Ал кернеу мен кедергі қосылады. Бұл параллель жалған кезде, бұл жоқ, дұрыс емес. Мынау нұсқасы. Өрістің қандай да бір нүктесінде 10-9 дәрежесі кулон, Q тең 10-9 дәрежесі кулон. Зарядқа 2 × 10-8 ньютон күші әрекет етеді. F тең 2 × 10-8 ньютон. Өрістің осы нүктесіндегі кернеулігі. Кернеулік E. Кернеуліктің формуласы E тең F бөлінген Q. Орнына қойып есептейік. F бізде 2 × 10-8 дәрежесі бөлу Q бізде 10-9 дәрежесі. Сонда 10-9 дәрежесі жоғары қырғауға шыққан кезде 10+9 дәрежесі болып шығады. Сонда бізде 20 ньютон бөлінген кулон. Ол бізде E нұсқасында тұр. Келесі, халықаралық бірліктер жүйесінде шығарылған сәуленің жұтылған дозасының өлшем бірлігі. Дененің 1 килограммында жұтылған радиация энергиясы ол жұтылған доза деп аталады. Оның формуласы D тең E бөлінген M. Яғни мынау M масса, мынау E энергия. Яғни 1 килограмм дененің жұтылғандағы радиация энергиясы жұтылған доза деп аталады. Оның өлшем бірлігі бізде Грей. Қысқаша осылай ГР деп жазылады. Ал Грей деп оқылады. Мынау герц деген ол бізде жиіліктің өлшем бірлігі. Мынау Грей бізде жұтылған дозаның өлшем бірлігі. Яғни дұрыс жауап осы. Мынау ньютон ол күштің бірлігі. Мынау энергия, мынау ватт бізде қуаттың өлшем бірлігі. Келесі.
электромагниттик толкундардын толкун узундуктарынын өсүү ретимен орналаштырылганы. Ягни бизде электромагнит толкундардын шкаласы эң биринчи төмөнкү жийлик толкундар, кыскартып бас әріптерин жазайык. Мына Т деген бул төмөнкү жийлик толкундар, одан кийинги радио толкундар, инфракызыл, көрүнетін жарык, ультракүлгүн, одан кийин рентген сәулелери. Ягни бизде мына оң жакка карай төмөнкү жийликтен рентген сәулелерине карай жийлиги артат, ал сол жакка карай бизде толкун узундугу артат. Ягни бизде мына толкун узундуктун өсүү ретимен орналаштырылганын сурап жатыр. Ягни мен мына сол жакка карап жазуум керек. Сонда сан беретін болсак, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы сол жакка карап жазуум керек. Бизде мына биринчи болуп бизде рентген сәулелери. Ягни мына рентген сәулесі деген бизде мына эки ак нускада бар экен. Рентген сәулесі, одан кийин ультракүлгүн, көрүнетін жарык. Ягни бизде мына 1, одан кийин 3, одан кийин 4 кеп тур. Ягни 1, 3, 4. Ягни мына рентген сәулесі бизде мына 1. Одан кийин көрүнетін жарык бизде мына көрүнетін жарык 3-де тур. Ал инфракызыл сәуле мына 4-те тур. Сонда өсүү ретимен дурус орналаштырдык. Ягни 1, 3, 4. Сонда бизде мына рентген, көрүнетін жарык, одан кийин инфракызыл сәуле деген мына А нускасы сайкес кеп тур. Келесі 1 килограмм денеге 2 секунд ішінде Т тең 2 секунд 3 ньютон күш әсер етеді. F 3 ньютон. Күш әрекетінен кейінгі дененің кинетикалық энергиясы. Біз мына бастапқы жылдамдық 0-ге тең есептің шартында дененің кинетикалық энергиясын табу керек. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Кинетик энергияны табу үшін маған жылдамдық керек. Жылдамдықты мен Ньютонның екінші заңын пайдалана отырып табуыма болады. Ньютонның екінші заңы F тең ma. Мынау A деген үдеу, мынау m масса. Үдеу деген ол жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Мынау үдеудің формуласы бізде v азайтылған v нолевой бөлінген t. Сонда үдеудің орнына осыны әкеп қоятын болсақ, бізде мынау есептің шартына бастапқы жылдамдық 0-ге тең деп айтылған. Сонда егер мынау 0-ге тең болатын болса, онда формула mv бөлінген t түрінде жазылады. Осы жерде мен жылдамдық тауып алуға болады. F тең mv бөлінген t, v тең болады F бөлінген m. Бізде күш 3 ньютон, уақыт t 2-ге тең, масса 1. Сонда 6 метр бөлінген секунд шықты. Ал енді орнына кеп, мынау кинетикалық энергиядағы жылдамдықтың орнына кеп қоямын. Сонда масса бізде 1-ге тең, 6-ның квадраты бізде 36 бөлінген 2 болады. 36-ны 2 бөлсек 18 жол. Яғни бұл бізде мынау нұсқасына сәйкес кеп тұр. Келесі, суретте көрсетілген графикке сәйкес жылдамдықтың тәуелділігінің теңдеуі. Бізде мынау жылдамдықтың график көрсетілген, оның теңдеуін табуымыз керек. Сонда қарайтын болсақ, мынау жылдамдық уақыт өтуімен қарай мынау азайып жатыр. Яғни бұл кемелі қозғалыс. Сонда басында мынау бастапқы жылдамдық бізде 20-ға тең болса, уақыт өтуімен жылдамдық азайып 5 секундта жылдамдық 0-ге дейін келді. Сонда мынау соңғы жылдамдық бізде v 0-ге тең. Яғни мынау 1 секунд, 2 секунд, 3 секунд, 4, 5 секунд. Сонда 5 секунд ішінде дененің жылдамдығы 0-ге тең, ал бастапқы жылдамдық бізде 20-ға тең. График төмен қарап тұр. Төмен қараған болса, онда жылдамдық азайып жатыр. Кемелі қозғалыс. Кемелі қозғалыс кезінде соңғы жылдамдықты табу формуласы v тең, v нолевой азайтылған AT-ға тең болады. Егер график жоғарыға қарай бағытталған болса, онда ол үдемелі қозғалыс болады. Үдемелі қозғалыс кезінде жылдамдықтың формуласы мына жерінде плюс AT деп жазылатын еді. Бізде мынау график төмен қараған, сондықтан мына жер минус. Яғни кемелі қозғалыс. Осы жерде мен үдеу табатын болсам, үдеу дегеніміз ол соңғы жылдамдықпен бастапқы жылдамдықтың азайтып уақытқа бөлгенге тең. Сонда бізде мынау дененің соңғы жылдамдығы 0-ге тең, бастапқы жылдамдық бізде 20. 20 бөлінген 5.
метр бөлінген секунд квадрат шығады. Ал енді осыны апарып мына жердегі теңдеуге қоятын болсам, сонда V тең болады. Бізде бастапқы жылдамдық міне графикке қарайтын болсақ, бастапқы жылдамдық 20-ға тең. Сонда 20 азайтылған 4T. Яғни осы жауаптардың ішінен қарайтын болсақ, 20 азайтылған 4T деген бұл бізде мына сын нұсқасында тұр. Графикке қарайтын болсақ, жылдамдықтың уақытқа тәуелділік график көрсетілген. Уақыт өтуімен мына жылдамдықтың шамасы азайып бара жатыр, яғни кемелі қозғалыс. Кемелі қозғалыс кезінде жылдамдықтың теңдеуін жазып алдық. Үдеуді тауып алдық. Одан кейін графиктен біз бастапқы жылдамдықты тауып алдық. Бастапқы жылдамдық бізде 20-ға тең орнына қойған кезде менде жылдамдықтың теңдеуі кеп шықты. Келесі молекулалар саны N. Оның 24 дәрежесі, бір атомды идеал газдың температурасы, бір атомды болатын болса, еркіндік дәреже бізде 3-ке тең болады. I тең 3. Температурасы T1 47 градус, ал T2 бізде 147 градус. Қа дейін артты. Осы кезде газдың ішкі энергиясының өзгерісі. Авогадро саны мен универсал газ тұрақтысы белгілі. Мен ішкі энергияның өзгерісін табуым керек, яғни дельта U. Ішкі энергияны O әріппен белгілейміз. Мынау дельта деген ішкі энергияның өзгерісін сипаттайды. Яғни температура 47 градустан 147 градусқа дейін артқан кезде оның ішкі энергиясын табуым керек. Ішкі энергияның формуласы бізде U тең I бөлінген 2 ню R дельта T. Мынау ню деген ол бізде зат мөлшері. Зат мөлшерінің формуласы бізде ню тең M бөлінген M, немесе ню тең N бөлінген N авогадро. Мен мынау нюның орнына мынау N бөлінген N авогадроны әкеп қоятын болсақ, дельта U, мынау есептің шартына бір атомды идеал газ деп айтылған, сонда I-дың орнына 3-ті әкеп қоямын мынан. 3 бөлінген 2, N бөлінген N авогадро, R дельта T-ға тең болады. Градусты мен кельвинге өткізіп алуым керек. Кельвин өткізу үшін мен T1 тең болады. T1-ге қосам 273 кельвинді. Ал T2-ні таба алу үшін T2-ге қосам 273 кельвинді. Яғни градустан кельвинге өткізу үшін 273-ті қосу керек. T1 бізде 47-ге тең. Сонда 47-ге 273-ті қосатын болсақ, 320 кельвин шығады. Ал келесі менде мынау T2 147. Сонда 147-ге 270 қосатын болсақ 420 шығады. Ал енді мына формуланың орнына қойып есептейтін болсақ, менде ішкі энергия кеп шығады. Дельта U тең болады 3 бөлінген 2. N бізде 10-ның 24 дәрежесі бөлінген авогадро саны 6 көбейту 10-ның 23 дәрежесі көбейту 8,131. Температура, мынау дельта T деген ол температураның өзгерісі. Сонда мен 420-дан 320-дан азайтатын болсам, бізде 100 шығады. Ал енді есептейтін болсақ, 3 пен 6 қысқарады. 2 қалады мына жерде. 10-ның 23 дәрежесі жоғары қарай минус 23 болып шығады. Сонда 24 пен азайтқан кезде 10-ның өзі қалады. Мына екеуі сонда қысқарды. Жоғары жақта 10 қалды. 8310 бөлінген астына 4 қалды. Мына 2 мен 2 көбейіп 4 болады. Бөлген кезде 2 10-ның 3 дәрежесі джоул. Ол бізде мынау Е нұсқасында тұр. 14-ші есеп. 100 вольт потенциалдар айырымына дейін зарядталып, ток көзінен ажыратылған сыйымдылығы 20 микрофарад жазық ауа конденсаторының астарларының арақашықтығын 2 есе арттыру үшін атқарылған жұмыс. Потенциалдар айырымы U 100 вольт, ал конденсатордың сыйымдылығы 20 микрофарад. Микро деген оның минус 6 дәрежесі болады. 20 көбейту оның минус 6 дәрежесі фарад деп жазуға болады. D2 тең 2 D1. Арақашықтық 2 есе артқан кезде атқарылған жұмыс. Энергияның өзгерісі ол атқарылған жұмысқа тең болады деген мынандай бізде формула бар. А тең дельта
W. Мынау W деген ол бізде энергия. Яғни бізде конденсатордың энергиясы су квадрат бөлінген 2. Арақашықты 2 есе арттырған кездегі энергиямен мен бастапқы энергияны азайтқан кезде менде атқарылған жұмыс кеп шығады. С2 U2-нің квадраты бөлінген 2 азайтылған С1 U1-дің квадраты бөлінген 2. Менде есептің шартында мынау жазық конденсатор деп айтылған. Жазық конденсатордың сыйымдылығының формуласы С тең эпсилон S бөлінген D1. Ал енді арақашықты 2 есе арттырған кездегі үшін жазатын болсам, мынау С1 деп қояйық. Сонда С2 тең болады эпсилон S бөлінген D2. Мынау D2-нің орнына мен мынау 2 D1-ді алып кеп қоятын болсам, эпсилон S бөлінген 2 D1. С1 мен С2-ні бөлген кезде С1 бөлінген С2 эпсилон S бөлінген D1 көбейту 2 D1 бөлінген эпсилон S болады да, мынау барлығы қысқарады. D1 мен D1. Сонда менде қалады С1 тең 2 С2. Мына жерден С2-ні табатын болсақ, С2 тең болады С1 бөлінген 2. Ал енді конденсатордың зарядының формуласы Q тең су деген формуланы пайдалана отырып, осы жерден арақашықты 2 есе арттырған кездегі потенциалды тауып алуыма болады. Q1 тең S1 U1 болатын болса, онда Q2 тең болады S2 U2. Есептің шартында ток көзінен ажыратылған деп айтылған. Сонда ажыратылған кезде мынау заряд өзгермейді. Екеуін теңестіретін болсақ, S1 U1 тең S2 U2 болады. Ал енді мынау С2-нің орнына С1 бөлінген 2-ні алып кеп қоятын болсақ, С1 U1 тең болады С1 U2 бөлінген 2. Сонда мынау С1 мен С1 қысқарады. Осы жерден U2-ні табатын болсақ, U2 тең болады 2 U1-ге. Ал енді жоғарыда жазған мынау жұмыстың формуласының орнына апарып қоямыз. Мына формуланың орнына қойып есептейтін болсақ, бізде атқарылған жұмыс кеп шығады. А тең С2-нің орнына С1 бөлінген 2-ні апарып қоямын. С1 бөлінген 2, С1 астында 2, астындағы 2 мен мына жерде 4 болады. Көбейген кезде U2-нің квадраты, U2 бізде 2 U1 кетен ғой, сонда бізде 4 U1-дің квадраты азайтылған С1 U1-дің квадраты бөлінген 2 болады. Мынау екеуін қысқартып жіберсек, С1 U1 квадраттан жарты С1 U1 квадратты азайтқан кезде менде С1 U1 квадрат бөлінген 2 шығады. Ал енді орнына қойып есептейтін болсақ, 20 көбейту 10-ның -6 дәрежесі U1-дің квадраты 10-ның 4 дәрежесі болады. Бөлінген 2. 20 мен 2 қысқарады, мына жерде 10 қалады. Мына екеуі қысқарып -2 дәрежесі қалады. 10 көбейту 10-ның -2 дәрежесі, немесе бұл 0,1. Яғни мынау D нұсқасы дұрыс жауап. 15-ші есеп. Серіппенің қатаңдығы К болса, серіппенің жартысының қатаңдығы. Серіппен деп алатын болсақ, сонда мынау серіппенің қатаңдығы бізде К-ға тең. Осы серіппені былай төмен қарай созған кезде серіппе дельта X-ке ұзарады. Яғни F тең К дельта X гук заңына не? Осы жерден К-ны табатын болсақ, К тең болады F бөлінген бізде дельта X. Ал осы серіппен былай жартысынан бөліп оларды созған кезде, олардың созылуы дельта X бөлінген 2-ге тең болады. Сонда мынау бірінші жартысы дельта X бөлінген 2-ге созылады, ал екінші жартысы дельта X бөлінген 2-ге созылатын болады. Гук заңын жазатын болсам, серіппенің жартысы үшін міне К дельта X бөлінген 2 болады. Мынау К-ны мен К' деп жазайық. Сонда осы жерде мен К' табатын болсам, К' тең болады 2F бөлінген дельта X. Мынау жоғарыдағы бірінші формула мен екінші формуланы пайдалана отырып, екеуін бір-бірінен бөлетін болсам, сонда менде К бөлінген К' тең болады F дельта X көбейту дельта X 2F болады да, менде мынау дельта X пен дельта X F күштері қысқарады. Осы жерде мен К' табатын болсақ, К' тең болады
2К-ға. Яғни, мынау К' бізде серіппенің жартысының қатаңдығы 2К-ға тең болып тұр. Яғни, серіппені жартыға бөлген кезде оның қатаңдығы 2 есе артады. Яғни, бізде Е нұсқасы дұрыс жауап. Келесі. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының графигі бойынша түзу сызықты қозғалған дененің үдеуі мен 4 секундтағы орын ауыстыруы. Бізде графикте жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі көрсетілген. 4 секунд уақыт ішіндегі орын ауыстыру мен дененің алатын үдеуін табуым керек. Графикке қарайтын болсақ, дененің бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. В нолевой 0-ге тең. 0-ден басталып жатыр. График сондықтан да оның бастапқы жылдамдығы 0. Ал 4 секунд жылдамдығы бізде В графикке қарайтын болсақ 6-ға тең. Сонда үдеудің формуласы А тең В азайтылған В нолевой бөлінген Т. 6 азайтылған менде бастапқы жылдамдық 0-ге тең бөлінген Т-ның орнына 4 қоямын. Өйткені бізде есепте 4 секундтағы үдеуді сұрап жатыр. Сонда 6 бөлінген 4 1,5 метр секунд квадрат шығады. Графикке қарайтын болсақ, жоғары қарай бағытталған. 2 секундтағы жылдамдығы 3 болатын болса, ал 4 секундтағы жылдамдығы 6-ға тең. 6 секундтағы жылдамдығы 9, яғни жылдамдық артып бара жатыр. Үдемелі қозғалыс кезінде жүрген жолдың формуласы S тең V нолевой Т плюс АТ квадрат бөлінген 2. Осы жерде мен 4 секундтағы орын ауыстыру тауып аламын. Графикте бізде бастапқы жылдамдық 0-ге тең, V нолевой. Онда мынау жақтың барлығы 0-ге тең болады. Менде формула S тең АТ квадрат бөлінген 2 деген түрге келеді. Орнына қояйық. Бізде үдеу 1,5. Т-ның орнына 4 қоямын. 16 бөлінген 2. Мына екеуі қысқарады 8. Сонда 3 бөлінген 2 көбейту 8 болады да 12 метр деген шығады. Келесі есеп. Көлемі 2 метр куб жабық ыдыстағы ауаның температурасы 17 градустен 3 градуске дейін төмендегенде 12 грамм су буының конденсацияланған болса, бастапқы ауа ылғалдылығы. Бізде көлем белгілі, В тең 2 метр куб. Температура белгілі. Бұл есепте мен температура градуста берілген, градустан кельвинге өткізіп алуым керек. Т1 тең болады. 273-ке қосатын болсақ 17-ні 290 кельвин шығады. Ал Т2 тең болады 276 кельвин. Масса белгілі 12 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм. Судың бізде малярлық массасы H2O 18 көбейту 10-3 дәрежесіне тең килограмм бөлінген моль. Одан кейін менде 17 градус пен 3 градус үшін қаныққан будың тығыздықтары жазылған. Фи ауаның ылғалдылығын табу керек. Бірінші кезекте мен Менделеев-Клапейрон теңдеуін пайдаланып, осы жерден қаныққан будың қысымын тауып аламын. Сонда бірінші ПВ тең болады М бөлінген МР Т1. П қанық. Массаның орнына мен ровыны әкеп қоятын болсам, көлемдер қысқарады. Сонда П қаныққан тең болады ро Р Т1 бөлу М. Қаныққан будың тығыздығы 17 градус кезіндегі 14,5 осыны әкеп қоям. R бізде 8,31. Орнына қойып есептеген кезде менде жуықтап алғанда 1,9, оның 3 дәрежесі паскаль шығады. Екінші кезекте мен массаның формуласын пайдалана отырып, ро тең М бөлінген В деп мен тығыздық тауып алуыма болады. Бұл тығыздық 2 метр куб көлемдегі 12 грамм су буының тығыздығы. 12 көбейту 10-3 дәрежесі бөлу 2, 6 көбейту 10-3 дәрежесі шығады. Ал енді ро бастапқы тең болады. Ро қосылған ро 2. Роуды тауып алдық біз. 6 көбейту 10-3 дәрежесі, 6 10-3 дәрежесі қосылған
6 көбейту 10-3 дәрежесі. Сонда менде 12 көбейту 10-3 дәрежесі шығады. Менделеев Клапейрон теңдеуін пайдаланып, ауаның қысымын тауып аламын. Сонда ауаның қысымы ρ бастапқы RT2 бөлінген М. Орнына қойып есептеген кезде 1/5 оның 3 дәрежесі шығады. Ауаның салыстырмалы қалдығы фи тең П бөлінген П қаныққан көбейту 100%. Сонымен П-ның орнына 1/5 қойып, П қаныққанның орнына 1/9 қойып бөлген кезде менде 80% шығады. 80% бұл бізде мына нұсқасында тұр. 18-ші есеп бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан бірдей теріс зарядталған кішкентай екі шар 0,23 миллиньютон күшпен өзара әрекет етеді. Әр шардағы артық электрондар саны. Мына екі шар, мына бірінші шар дейтін болса, мына екі шар бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Сантиметрді метрге өткізетін болса, R тең 0,1 метр. Бірінші шардың заряды Q1 деп алатын болсақ, мына екінші шардың заряды бізде Q2-ге тең. Сонда бізде есепте бірдей теріс зарядталған кішкентай шар деп айтылған. Сонда мынау екі шардың заряды бірдей теріс зарядталған. Онда Q1 тең Q2 болады. Яғни зарядтардың шамасы тең. Олар бір-бірімен F тең 0,23 10-3 дәрежесі ньютон күшпен әсерлеседі. Әр шардағы артық электрондар санын табуым керек. Зарядталған денелердің арасындағы тартылыс күші, ол кулон күшімен анықталады. Кулон күшінің формуласы F тең K Q1 Q2 бөлінген R квадрат. Но зарядтардың шамасы бірдей болғандықтан K Q квадрат бөлінген R квадратқа тең болады. Осы жерде мен заряд тауып аламын. Заряд тең болады F R квадрат бөлінген K түбір астында. Орнына қоятын болсақ 0,23 көбейту 10-3 дәрежесі. Мына R-дің квадраты 0,100 бөлу 9 көбейту 9 дәрежесі. Түбір астында тең. Есептеп түбір астынан шығарған кезде жуықтап менде 16 көбейту 8 дәрежесі кулон шығады. Q тең NE деген формуладан мен осы жерден N-ді табатын болсам, N тең Q бөлінген E. Орнына қоятын болсақ, 16 көбейту 8 дәрежесі бөлу 1/16 көбейту 19 дәрежесі. 10-ның 11 дәрежесі шығады. Бұл бізде мынау нұсқасында тұр. Келесі толқын ұзындығы 500 нанометр жарық сәулесінің екінші реттік максимум 18 градус бұрышпен көрінетін дифракциялық торда бірінші реттік максимум 12 градус бұрышпен көрінетін жарықтың толқын ұзындығы. Бұл есепте дифракциялық тордың формуласын пайдаланатын боламын. D синус фи тең К лямбда. Толқын ұзындығы 500 нанометр жарық сәулесі үшін және 12 градуспен көрінетін жарық үшін дифракциялық тордың периодын жазып аламын. D1 синус фи 1 тең болады К1 лямбда 1. D2 синус фи 2 тең болады К2 лямбда 2. Менде дифракциялық тордың периоды тұрақты. Яғни мына екі формуланы бөліп жіберген кезде менде синус фи 1 бөлінген синус фи 2 тең К1 лямбда 1 бөлінген К2 лямбда 2 қалады. Осы жерде мен лямбда 2-ні табатын болсам, лямбда 2 тең К1 лямбда 1 көбейту синус фи 2 бөлінген К2 синус фи 1. Орнына қоятын болсақ, 2 көбейту екінші реттік максимум 2 тең. Лямбда 1 бізде 500 10-9 дәрежесі. Фи 2-ның орнына 0,21-ді қоям. Бөлу К2 1-ге тең. Ал синус фи 1 0,31 тең. 680 нанометр деген шығады. Бұл бізде мына нұсқасында тұр. 20-шы есеп. Суретте көрсетілген электр тізбегінің сұлбасына сәйкес электр энергиясының 50% ғана суды жылытуға кететін болса, судың алған жылу мөлшері. Суретте 150 грамм суды амперметрмен батареядан тұратын тізбекке жалғаған. Өткізгіштің кедергісі 5 Ом болатын болса, 10 минут ішінде берілген жылу мөлшерінің 50% суды жылытуға кететін болса,
онда судың алған жылу мөлшерін табу керек. Суретке қарайтын болсақ, мына амперметрдің көрсетуі ай 1,8 амперге тең. Уақыт бізде 10 минут, яғни 600 секунд болады. Өткізгіштің кедергісі 5 Ом, R тең 5 Ом болатын болса, онда судың алған жылу мөлшерін табуым керек. Сонда Q алған жылу мөлшері. Ал мен бірінші кезекте мынау өткізгіштен ток өткен кезде берген жылу мөлшерін тауып алайын. Сол кезде жалпы жылу мөлшері 100% болатын болса, оның 50% суды жылытуға кетті. Одан кейін 50% жұмсалған кезде судың алған жылу мөлшерін табамын. Бірінші кезекте мен батареяның берген жылу мөлшерін табатын болсам, оны Жоль-Ленц заңы бойынша табам. I квадрат RT. Орнына қойып есептейтін болсақ, 1,8-дің квадраты көбейту 5 Т 600. 9720 джоуль энергия шықты. Яғни мынау суды ток көзіне қосқан кезде оның берген жылу мөлшері бізде 9720 жолға тең. Ал оның барлығы бізде суды жылытуға кеткен жоқ. Оның 50% ғана суды жылытуға кетті. Мынау 9720-ны мен 100% деп алатын болсам, 9720 жол бізде 100% болатын болса, онда оның 50% қанша деп пропорция көмегімен тауып алуым болады. Сонда x тең болады 9720 көбейту 50 бөлінген 100. Мына 2 нөлді қысқартатын болсақ, сонда 972-ні 5-ке көбейткенде 4860 жол шығады. Яғни бізде мынау судың алған жол мөлшері бізде 4860-ға тең. Бұл бізде мынау Е нұсқасында тұр. Келесі 21-ші есеп. Массасы 2 тонна, жүктің потенциалдық энергиясы 10 киложол болатын, биіктігі масса 2 тонна, оны килограмм өткізетін болсақ, 2 көбейту оның 3 дәрежесі килограмм, яғни 2000 килограмм. Ал потенциалдық энергия 10 кило деген оның 3 дәрежесі, сонда 10 көбейту оның 3 дәрежесі жол. G еркін түсудегі 10 метр бөлінген секунд квадратқа тең болса, биіктікті табуымыз керек. Потенциалдық энергияның формуласы E потенциал mgh. Осы жерден h биіктікті табатын болсақ, E потенциал бөлінген mg болады. Орнына қояйық, потенциал энергия 10 көбейту 10-ның 3 дәрежесі бөлу 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, ал G 10 қайты. Сонда мына 10-ның 3 дәрежесі мен 10-ның 3 дәрежесі қысқарады, мына 10 мен 10 қысқарады, 1 бөлінген 2, ол бізде 0,5 метр болады. 0,5 метр деген F нұсқасында тұр. Одан кейін 0,5 метр деген ол бізде 50 сантиметр деген болады. 50 сантиметр ол А нұсқасында тұр екен. Келесі 56 моль зат мөлшеріндегі су массасы. Яғни бізде зат мөлшері ню 56 моль. Ал судың малярлық массасы 18 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Болса, судың массасын табу керек. М. Зат мөлшерінің формуласы ню тең М бөлінген үлкен М. Яғни судың массасын, судың маляр массасына қатынасы ол зат мөлшерін береді. Осы жерде мен массаны табатын болсам, ню көбейту М болады. Орнына қойып есептейтін болсақ, ню бізде 56 көбейту 18 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда көбейткен кезде жуықтап алғанда 1000 шығады. 1000 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Ал мынау 3 нөл мен мынау 3 нөл қысқарады. Сонда менде 1 килограмм шығады. 1 килограмм ол бізде мынау С нұсқасында тұр. Одан кейін 1 килограмм 1000 грамм болады. Сонда 1000 грамм деген жауапты да аламын мына жерде. А нұсқасында жауап ретінде аламыз. Егер мына формула естен шығып кеткен болса, мына жауабына қарайтын болсақ, бізде мына граммен, килограммен берілген. Сонда мына жерде қарайтын болсақ, мынаның өлшем бірлігі килограмм бөлінген моль, ал мынаныкі моль. Сонда моль мен моль қысқарып кету керек деп, енді килограмм қалу керек. Яғни ол бұлай болады. Сонда моль көбейту килограмм бөлінген моль.
Сонда мына моль мен моль қысқарған кезде килограмм қалады. Егер формула естен шығатын болса, осындай өлшем бірліктердің көмегімен де тауып алуға болады. Келесі. Өзгешесі соленоид ішіндегі өрістің индукциясы B нолевой 2 миллитесла. Соленоидқа болат өзгешені енгізгенде оның индукциясы. Яғни өзгешесі соленоидтың индукциясы B нолевой 2 көбейту оның минус 3 дәрежесі Тесла. Ал болаттың магнит өтімділігі 8000-ға тең болатын болса, мен болат өзгешені енгізгенде пайда болатын индукцияны табуым керек, яғни B. Ортаның магнит өтімділігінің формуласы μ тең B бөлінген B нолевой. Осы жерде мен B-ны табатын болсам, μ көбейтілген B нолевой болады. Орнына қоятын болсақ, 8000 көбейту 2 оның минус 3 дәрежесі. Сонда мына 3 нөлмен оның минус 3 дәрежесі қысқарады. Сонда менде 16 Тесла шығады. 16 Тесла деген ол бізде E нұсқасында тұр. Одан кейін F нұсқасын қарайтын болсақ, 1, 2, 3 мынау да болады. 0,16, оның 3 дәрежесі көбейткен кезде 16 шығады. Ал мынау D нұсқасында алам, өткені мына жерде кило Тесла деген, кило ол оның 3 дәрежесі көбейткен кезде 16 шығады. Осы D, E, F жауаптар. Келесі, электр қуаты 4,8 ватт, 12 волт кернеуге арналған шамдағы ток күші. Қуат 4,8 ватт, ал кернеу бізде 12 волт болатын болса, ток күші I. Қуаттың формасы P тең I көбейту U. Яғни ток күш мен кернеудің көбейтіндісі қуатқа тең. Осы жерде мен ток күшін табатын болсам, I тең болады P бөлінген U. Сонда 4,8-ді бөлетін болсақ 12-ге 0,4 ампер шығады. Бұл бізде E нұсқасында тұр екен. Одан кейін 400 миллиампер, милли деген оның минус 3 дәрежесі, сонда көбейткен кезде 0,4 болады. А нұсқасында жауап ретінде аламыз. Келесі. Қос дөңес линзадан 2 F-тан кіші, F-тан үлкен қашықтықта орналасқан дене кескіні. Яғни мынау суреттен салатын болсақ, бас оптикалық ось, ал мына жерде жинағыш линза тұр. Қос дөңес линза деген ол бізде жинағыш линза болады. Сонда мына жерде мен фокус деп алатын болсам, ал мына жер менде 2 еселенген фокус. Мына жерде тура сондай. Фокус, 2 еселенген фокус. Сонда дене линзадан 2 F-тан кіші, F-тан үлкен қашықта орналасқан болса, сонда дене 2 еселенген фокус пен фокустың арасында орналасқан. Сонда 2 F-тен кіші, F-тен үлкен. Сонда 2 еселенген фокус пен фокустың арасында орналасқан болса, бас оптикалық оспен параллель келген сәулелер линзадан кейін сынып, фокус арқылы өтеді. Бұлай. Ал оптикалық остың центр арқылы өтетін болса, ол сынбай өтеді. Бұлай. Сонда екі сәуле қосылған жердің кескін пайда болады. Қарайтын болсақ, мынау кескін линзадан кейін пайда болды. Ал егер мынау дененің артына пайда болатын болса, онда кескін жалған болатын еді. Сонда менде кескін шын болады, одан кейін мынау төңкерілген болады. Өйткені мына жерде қарайтын болсақ, мынау А нүктеде мынау стрелка жоғары қарап тұрған болса, мынау Б нүктеде стрелка төмен қарап тұр. Сонда төңкерілген, одан кейін мынаған қарағанда үлкейген кескін пайда болады. Үлкейген деген мына E нұсқасы. Мына сурет жасаған кезде менде сәл дұрыстау емес шықты. Сонда мына кескін мынаған қарағанда үлкейген болады. Сонда төңкерілген, үлкейген және шын кескін деген нұсқаларды алатын боламыз. Келесі есеп. Төмендегі суретте мотоциклдің қозғалысын сипаттайтын координаттық ось берілген. Мотоциклдің қозғалысы бір қалыпты, жылдамдығы 54 км/сағат. Егер қозғалыс басталғаннан кейін 40 секундтан соң мотоциклдің координатасы суретке сәйкес минус 150 метр болса, онда мотоциклдің қозғалу бағыты және бастапқы координатасы. Суретке қарайтын болсақ, бізде мотоциклдің қозғалысын сипаттайтын координаталық ось берілген. Мотоцикл бір қалып қозғалып жатыр.
Оның жылдамдығы v тең 54 км сағат. Оны метр секундқа өткізетін болсақ, 15 метр секунд болады. Қозғалыс басталғаннан кейін 40 секундтан кейінгі мотоциклдің координатасы минус 150 болатын болса, сонда мынау x бізде мынау 150. 40 секундтан кейін мотоцикл мына жерге келген. Сонда t тең 40 секундтан кейін x бізде минус 150 метрге тең болған. Бастапқы координатасы мен оның қозғалу бағытын табуым керек. X налевойды, одан кейін бағытын табу керек. Мотоциклдің қозғалысы бір қалыпты қозғалыс. Бір қалыпты қозғалыстың формуласы S тең V көбейту T. Осы жерде мен мотоциклдің жүрген жолын табатын болсам, бізде жылдамдық пен уақыт белгілі. Сонда S тең 15 көбейту 40. Көбейтетін болсақ, 600 метр болады. Сонда мотоциклші 600 метр жол жүрген. Мотоциклшінің бастапқы координатасын табу үшін S тең x минус x налевой. Егер мынау соңғы координатадан бастапқы координатаны азайтатын болсақ, онда жүрген жол кеп шығады. Яғни мотоциклшінің бастапқы координатасын осы формула көмегімен табуыма болады. Сонда бізде S 600 тең болады. X бізде минус 150 азайтылған x налевой. Сонда мынау 150 мына жерге плюс болып өтеді, ал мынау x-тің алды минус қой. Сонда минус 1-ге көбейткен кезде 600 азайтылған 150 тең x налевой. Яғни x налевой 600 минус 150 450 метр болады. Мотоциклшінің бастапқы координатасы бізде 450 метрге тең. Сонда мотоцикл басында мынау 450 метр координатада тұрған. Сонда мына А нүктеден мына жердегі Б нүктеге келді дейтін болсақ, былай. Сонда арасындағы арақашықтық бізде 600. Мына қарайтын болсақ, мына жерге дейін 450, ал мына жер бізде 150. Соны қосатын болсақ 600 метр шығады. Яғни біздің есептегеніміз дұрыс. Мотоциклшінің жүрген жолы 40 секундтағы жүрген жолы 600 метрге тең. Ал оның соңғы координатасы 150 болатын болса, бастапқы координатасы бізде 450 метр шықты. Бұл 450 метрден минус 150 метрге келгенде мотоциклші солға қарай қозғалып бара жатыр деген сөз. Солға қарай деген ол менде F нұсқасында тұр. Одан кейін солға қарай километрмен берілген 0,45 километр деген ол С нұсқасында болады. Молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі P тең 3/1 N M налевой V квадрат. Одан кейін тағында P тең N KT деген мынандай формуласы бар. Қысымның температураға тәуелділігі. Одан кейін P тең 3/1 ρ V квадрат деген осындай 3 негізгі теңдеуі бар. Сонда P тең 3/1 ρ V квадрат деген мынау А нұсқасы, P тең NKT деген мынау С нұсқасы жауап болады. 1/3 N M налевой V квадрат деген D нұсқасын алам. 502-ші нұсқада 27-ші сұрақтан кейін өкінішке орай 30-ға дейінгі сұрақтарды таба алмадым. Сондықтан да басқа нұсқалардан есептерді қостым. 30-ші есеп. Егер катодтан ұшып шыққан электрондардың ең үлкен жылдамдығы V тең 530 км секунд болса, фототок үшін жапқыш кернеудің мәні. Километрді метр секундқа өткізетін болсақ, 530 көбейту 10-ның 3 дәрежесі метр секунд болады. Бізде электронның заряды мен электронның массасы белгілі. Жапқыш кернеуді табу керек. Сонда кинетикалық энергия мен кернеу арасында байланыс формуласы көмегімен осы жерде мына кернеу табатын болам. Кинетикалық энергияның формуласы m v квадрат бөлінген 2. Сонда массаның орнына мен электронның массасын қоям. Жылдамдық белгілі. Орнына қоятын болсақ, m v квадрат бөлінген 2 тең болады EU. Осы жерден кернеу табайық. U тең m v квадрат бөлінген 2e. Масса 9/1 көбейту 10-ның 31 дәрежесі. V квадрат 530 көбейту 10-ның 3 дәрежесінің квадраты бөлінген 2 көбейту 1/6 10-ның 19 дәрежесі. Көбейтіп бөлген кезде менде 798.890
9 шықты. Көбейту 10-ның енді дәрежелер есептейік. 10-ның минус 19 дәрежесі жоғары қарай плюс 19 болады. Сонда мына жоғары жақта мына 6 мен қосылып 25, 31-ден азайтқан кезде 10-ның минус 6 дәрежесі қалады. Минус 6 дәрежесі вольт. Ал енді бұлай 6 нөлді бұлай сол жаққа қарай жылжытатын болсақ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда жуықтап алғанда 0,8 вольтқа сәйкес кеп тұр. Бұл бізде мынау Е нұсқасында тұр. Келесі есеп. Бұл екі есепті 500-ші нұсқадан алдым. Бұларда жаңадан келген. Күрделігі ұқсап көрінгенмен шығару жолы оңай. 10-шы есеп. Массасы 36 кг жүкті Мен жеңіл таяқшаның көмегімен көтеру үшін М нүктесіне 150 ньютон күш түсіру қажет болды. Таяқшаның күштен беретін ұтысы. Қарайтын болсақ, бізде мынау Мен жеңіл таяқшаның көмегімен 36 кг жүкті көтеру үшін М нүктесіне түсіретін күшті мен F1 әріппен белгілейтін болсам, сонда F1 тең 120 ньютон. Ал енді мен мынау N нүктесіне түсіретін күшті тауып алуым керек. Ол екеуінің қатынасын табатын болсам, менде таяқшаның күштен беретін ұтыс кеп шығады. Сонда F2 денеге әсер ететін ауырлық күші. Сонда F2 тең болады mg. Масса бізде белгілі 36 кг. Көбейту g 10-ға тең. Сонда 360 ньютон шығады. Ал енді мен F2-ні F1-ге қатынасын табатын болсам, менде таяқшаның күштен беретін ұтыс кеп шығады. 360-ты бөлетін болсам 120-ға 3 есе 30 береді екен. Бұл 3 есе деген бізде А нұсқасында тұр. Келесі есеп. Суретте ара қашықтығы берілген екі қабырға арасында пайда болған толқын көрсетілген. Толқын периоды 0,5 секунд болса, толқын ұзындығы мен жылдамдығы. Толқынның периоды Т 0,5 секунд болса, толқын ұзындығы лямбда мен жылдамдық табу керек В. Суретке қарайтын болсақ, бізде мына екі қабырғаның арасында пайда болған толқын көрсетілген. Сонда мынау бірінші толқын былай дейтін болсақ, толқын ұзындығы дегеніміз бірдей фазада тербелетін ең жақын орналасқан екі нүкте арасындағы арақашықтық. Мына нүкте мен мына нүктені алатын болсақ, бұл арақашықтық бізде толқын ұзындығына тең. Мынау арақашықтық бізде лямбдаға тең. Жалпы екі қабырғаның арасы 60 см болатын болса, оның жартысы бізде 30 см. Яғни толқын ұзындығы 30 см-ге тең. Немесе метр өткізетін болсақ 0,3 метр. Ал енді жылдамдық табу үшін жылдамдықтың формуласы V тең лямбда бөлу Т. Орнына қоятын болсақ, V тең болады. Лямбдадан тауып алдық. 0,3 бөлінген Т 0,5. Сонда 0,6 метр секунд шығады. 30 см мен 0,6 метр бөлінген секунд деген дұрыс жауап. Осымен бүгінгі нұсқаны аяқтадық. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, немесе қандай ұсыныстарыңыз бар, соларды жазып қалдыруларыңызға болады. Сау болыңыздар.